сіздермен бірге мен Юан. Бүгін біз сіздерге қалай шапка жасау керектігін үйретемін. Бізге ең бірінші Pixel Lab деген приложение керек. Pixel Lab деген приложениені жазып алған соң осыған кіресіздер. Және осында New Text деген шығады. Осын қасында қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Осындай тұрған А деген неге басасыздар. Осын соған кіресіздер. Осын мынаның үстінен басасыздар. Осыған любой сіздің аттарын жазасыздар. Менің бұрынғы атымды жазып жіберейін осылай. Мысалға деген ғой. Мысалға. Осылай кішкене бүйтіп үлкейтіп жібересіздер. Және ығысып мына жаққа мына жерде AB деген сурет тұрады. Астында фонт деп жазылып тұрады. Соған кіресіздер де любой өзіңізге ұнаған қалай әріптер ма солай таңдайсыздар. Әріптеріңізді таңдайсыз. Маған мысалы мынау ұнап тұр. Осыны таңдайық. Сосын мына жерде Relative Portion дегенді кіреміз. Мынаны басамыз, үстіндегісін, сосын астындағысын басамыз. Ортасындағы үсті мен астын. Сосын дәл ортасына келеді. Сосын ағысамыз, Color'ге кіреміз. Gradient деген тұрады, соған басамыз. Plus'ты басамыз. Және не тұрады, соған көкпен боямыз. Көкпен, ашық көкпен бояп қоямыз. Кәдімгі көкпен бояп қоямыз. Ана жағын ашық көкпен боямыз. Осына жағын кішкене бүйтіп итереміз. Осылай кішкене итереміз. Жағында кішкене итереміз. Дайын. Міне. Осылай болады. Бізге сосын мындай stroke деген керек. Сосын enable дегенді қосамыз. Сосын gradient тағы қоямыз. Егер қойғанда емесе color дегенге қоюға болады. Оны көкпен қою көкті қоямыз. Қосуға да болады, бүйтіп қоспауға да болады. Біз қосып қояйық кішкене үлкенетіп. Сосын ағысамыз. Trade Text деген тұрады. Соны басамыз. Enable'ды қайтып қосамыз. Және мынаны үлкенетеміз кішкене бүйтіп. Көріп тұрған шығар артындағы нелері. Және мына сізге тымда көрінбейді Trade Text. Кішкене бұлай үлкенетіп жүруге де болады. Осылай болды. Кішкене мен пышылдаптым, сондықтан ренжімейсіздер деген ойдамын. Енді бізге керек емес болды. Бізде дайын осы. Тағы да ортасына кішкене қойып жіберейік. Болды, Енді мынаны басасыздар. Қазір көрсетіп жібере қояйын. Бір қағаздың үстінен бір қағаз тұрады ғой, сондай сияқты. Соған кіресіздер. Сосын Transparent деген тұрады. Соның үстінен басасыздар. Болды, дайын. Енді үстіндегі мынау тұрған затты басасыздар. Түсінікті ма? Және осыны басамыз. Және Save to Gallery дегенге басамыз. Және ол біздің галереямызда сақталып қалады. Достар, енді жаңағы Pixel Lab'дан сөздері скачать еткен соң, жазып галереяға сақтаған соң, осылай Google'ға кіреміз. Шапка для YouTube без текста 2048 1152 деп жазамыз. Артты қазақша кетті. Ештеңе етпейсіз. Осылай ішінен любойын таңдайсыздар. Маған осы ұнап тұр, сондықтан осыны алам. Осы ұнап тұр. Енді осы басып тұрамыз үстін, сосын скачать изображение деген тұрады. Соны басамыз. Өздеріңіз білетін шығарсыздар оны. Міне
скачать етіліп болды. Міне бізде суреті дайын, міне тұр. Енді біз осы шығып кетеміз де PicsArtқа кіреміз. Плюсті басамыз да осы тұрған жаңа скачать етілген нәрсемізді басамыз. Енді фото деген тұрады, top.photo деген тұрады. Мына жерде тұр. Осыған кіреміз. Осын жаңа ерко деген сөзді қоямыз. Осыған қатысты түс қою береді, бірақ жақсы ештеңе етпес. Ортасына қойғанда дәл осындай үш бұрыш плюс сияқты сызық тұрады. Қозғасаң ондай сызық болмай қалады. Осындай плюс шығу керек. Ортасына қойғанда сол жерге қоямыз. Мына жерде 10 деген тұрады. Соның артына бүйтіп кішкене қарайтып, осылай қарайтып қоюларыңызға болады. Осылай. Және прозрачностьтан кішкене бүйтіп азайтуға болады. Кішкене ғана. Біздің шапкамыз дайын. Соңғысы осылай алға деген сияқты бір стрелка тұрады, соны басамыз. Осын галерея деген тұрады. Сол галереямызға сақталады. Енді осында Races Photo деген тұрады. Осында приложение бар деген. Соны жазып аласыздар да, мынандай файлдың суреті тұрады. Соған басамыз. Және осының ішінен жаңағы біздің ерко деген шапкамызды аламыз да, осылай қысқартатын сияқты басамыз. Произвольное разрешение дегенді басамыз. Осылай жазамыз, қазір көрсетіп жіберейін. 2048 және 1152 деп. Міне дайын. Енді болды. Енді осы мен видео салған болатын, шапканы қалай қояды деген. Содан қарап аларсыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока, чао. Келесі кездескенше.